Сәлем құрметті оқырман, менің арнама қош келдіңіз. Міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Сіздерді келіп жеткен Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Мерекеге орай Наурыз көженің жасалу жолымен бөліскім келіп тұр. Алдымен сүрленген етімізді, жілігімізді салып, қайнатып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Одан кейін етті алып, сорпасын сүзіп, оның үстінен арпаны салатын боламыз. Арпа 30-40 минут піседі. Арпаны салғаннан кейін 20 минуттан кейін қалған ингредиенттерді қосатын боламыз. Барлық қосатын дәнді дақылдарымыздың барлығын алдын ала суық суға 2-3 рет қайтара жуып алатын боламыз. Міне арпамыз 20 минут қайнағаннан кейін күрішті салатын боламыз. Күрішті де міндетті түрде 2-3 қайтара суық суға жуып алыңыз. Күрішімізді 10 минуттай арпамен бірге қайнатып аламыз. Байқап тұрсаңыз, дәнді дақылдарымыздың мөлшері бірдей. Барлығын пісу уақытына қарай біртіндеп салып отыратын боламыз. Міне арпамыз бен күрішімізді салдық. Бұлар 10 минут қайнап болғаннан кейін соңынан тарымызды салатын боламыз. Өйткені тары өте жылдам піседі. 5-7 минуттың шамасында пісіп шығады. Мұқият қарап тұрыңыз, жылдам піседі. Одан кейін сүрленген етімізді турап, жақсылап сорпаға салып шығамыз. Негізі қатты пісіп кетпегені жақсы еттің. Енді құртымызды уақыттап аламыз. Блендермен болсын, немесе пышақтың көмегімен болсын, уақыттап алып, үстінен ыстық сорпа құйып, жақсылап араластырып езіп аламыз да сорпаға құятын боламыз. Мен 2 құрт қостым. Енді осы сорпамызға тұзымызды саламыз. Неге тұзды соңынан салып жатырмыз? Өйткені құрттың, жаңа сүрленген еттің өзінің тұздылығы бар. Міндетті түрде сорпаның дәмін қарап, содан кейін ғана, яғни ең соңына қарай, татымына қарай тұзды өз мөлшеріңізбен салсаңыз болғаны. Енді соңғы этап бізде айранымызды құятын боламыз. Ең бастысы, ыссы сорпаға айранды құюға қорықпаңыз. Бастысы осылай араластырып тұрып, сәл-сәлден қоссаңыз жақсы болып шығатын болады. Ешқандай іртіктелмейді, іріп кетпейді. Сондықтан осылай араластырып тұрып, асықпай қосып алыңыз. Айраныңыз міндетті түрде свежий болуы керек. Қайнатылған айран, үйдің айраны болса да өте жақсы болады. Міндетті түрде свежий болғаны дұрыс. Бұл Наурыз көженің өте ыңғайлы, қарапайым, тез дайын болатын түрі. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Дәмі енді ерекше, сүрленген еттің сорпасымен, айран, құрттың дәмімен, дәнді дақылдардың піскендегі дәмімен өте ерекше, керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Наурыз дастархандарына қойсаңыз, елдің бәрі сүйсініп ішетіні сөзсіз. Сондықтан дайындап көріңіз. Менің видеом сізге пайдалы болған болса, ұнаған болса, міндетті түрде лүпіліңізді және пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сіз жасасаңыз қалай шықты, сіз қандай жолдармен дайындайсыз, оны да пікірге бөлісе кетіңіз. Сіздермен болған Айсұлу Исатай. Келесі видеоларда жолыққанша.